Қызметіміз күнделікті саптық жиыннан басталып, жиын барысында қызметкерлер түгенделіп, қызметтік куәліктеріміз бен планшеттерін тексеріліп, одан кейін нұсқама тапсырмалар беріліп, қала аумағында өткізіліп жатқан жедел профилактикалық іс-шаралар туралы айтылады. Біздің басты міндетіміз қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, жол қозғалысын қадағалау, азаматтардың қауіпсіздігі жіті бақылауымызда. Полиция аға лейтенант Ауғалиев Дидар. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 593 бабы бойынша тоқтатып тұрмын. Бір күнде түрлі шақыртулар болып жатады. 20 тамыз күні әдеттегідей түнгі ауысымда өзімізге бекітілген аумақ бойынша қызмет атқардық. Рация арқылы жедел басқару орталығынан 15 шағын аудандағы теңіз жағалауында орналасқан ғимараттардың бірінен қыз баланың өз-өзіне қол жұмсамақ болып секіреңдеп жатқаны туралы шақырту келіп түсті. Вақтама алып жедел оқиға орнына жеттік. Барған кезде азаматша суға секіріп кеткені анықталды. Уақыт созбай батып жатқан қыз баланы құтқаруға асықтым. Азаматшаға алғашқы көмек көрсетіп, кейін жедел жәрдем қызметкерлеріне табыстадым. Қызмет барысында әртүрлі оқиғалардың куәсі болып жатамыз. Азаматтардың қауіпсіздігі негізгі мақсатымыз болғандықтан, бұл жағдайды өзімнің қызмет парызым деп білемін.